Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін 1 сағатта дайындалатын және тоңазытқышта сақталатын аджиканың жасалу жолымен бөлісемін. Ол үшін бізге болгар бұрышы, қызанақ, чеснок, укроп, петрушка, базилик, ащы бұрыш және горчичный порошок қажет болады. Барлық қажетті заттарды осы видеоның астына жазып қоямын. Енді қазір қызанақты мясорубкадан өткіземіз, кергемешелерін алып тастаймыз. Қызанақ дайын. Содан кейін болгар бұрышына дайындаймыз. Мясорубкадан өткізу үшін. Барлығын мясорубкадан өткіземіз. Қызанақты, болгар бұрышын, яғни тәтті бұрыш, содан кейін чеснокты, ащы бұрыштың басын алып тастаймыз да, жаңа дәнмен бірге өткіземіз. Бұл аджиканы мен ащы етіп жасаймын. Егер сіздерге қатты ащы қажет болмаса, онда 1 немесе 2 ащы бұрыш қоссаңыздар болады. Содан кейін көк шөпті саламыз, яғни петрушка, базилик, укропты да осы мясорубкадан өткізесіздер. Яғни бұл аджиканың иісі де, дәмі де өте ерекше болып шығады. Және 1 сағат уақыт алады. Барлық көкөністерді мясорубкадан өткізгеннен кейін дәміне қарай тұз қосамыз және горчичный порошокты 1 үлкен қасық қосамыз. Және жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырғаннан кейін таза банкілерге құясыздар. Банкілерді стерилизовать етпейсіздер, суық бола берсін, себебі біз тоңазытқышқа сақтаймыз. Аджика дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін.